Министр болдым деп ала қашып өзгеріс жасау дұрыс емес. Көліктердің бағасы арзандауы мүмкін ба? Мүмкін қысқару керек шығар оқу мерзімі. Шын мән өзгеріс болды деп өзіңіз есептейсіз ба? 40 жасқа дейін сен сияқты жүретін уақытым жоқ. Маған нақты былай айт, мен соған алгоритм бойынша жетуім керек деп. Бәрі 4-ші қазақ, оңтүстік Қазақстан облысында туып жатыр. Көліктерге тонировка жабыстыру деген. Жалпы бұл ой қайдан шықты негізінде? Бұл әділетсіздік деп та. Өйткені әр үйге қатысы бар нәрсе. Армысыздар құрметті көрермендер. QR News YouTube арнасында кезекті подкаст. Жаңа подкаст деп айтсақ та болады. Және бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз мәжіліс депутаты Олжас Құсбек мырза. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз өзіңізге қатты таңсық бола қоймайды деп ойлаймыз. Сіз талай жылдар осы автомобиль саласында білім алдыңыз, еңбек еттіңіз. Осы оңтүстік Кореяда автокөлік саласында білім алдыңыз, оны шет жағасын оқып білдік. Енді Қазақстандағы осы автомобиль нарығы қай салада жүріп жатыр, қалай болып жатыр, легализация мәселесі қалай болып жатыр, автокөлік нарығы қалай болып жатыр, осы жөнінде бір аз кем өзіңізден пікір алсақ деп едік. Қайырлы күн, үлкен рахмет. Біріншіден, енді жалпы автомобиль көлік, жеңіл көліктердің саны бізде 5 миллионға жуық көлік болса, ресми статистика бойынша. Оның 70-80% жаңағы 10 жылдан астам деген эксплуатация жүрген мерзімдері бар. Ол жалпы экологияға да, қауіпсіздік мәселесіне де, жалпы адамның эстетикалық тұрғыдан ескі машина мінген дұрыс емес. Өйткені ол қаржылай да шығын, оны жөндеу керек барлығын, сына беретін болады. Қауіпсіздік мәселелері бар, жаңа жолда бізде өлім саны да көп. Одан кейін жалпы адам тумасынан өзі жаңаға ұмтылады ғой, жаңаға, жақсыға, тазасына. Сондықтан халқымыздың да жаңа көлік мінген жөн. Соған байланысты енді үкімет істеп жатқан шаралары, жалпы елде автомобиль өндірісі дамытылып жатыр. Ол бірінші жыл емес, 10 жылдан, 15 жылдан астам мерзім бар. Енді елімізде қазір крупный узловой дейміз ғой. Кезінде ашылған сборкалар, олар қазір локализация жасап, мелкоузловой көшіп жатыр. Біреу қарқынды көшіп жатса, біреу баяу көшіп жатыр. Жалпы өндіріс министрлігінің жалпы ішкі саясаты әрқайсымен бөлек-бөлек келісім жасалған, әрқайсының өзінің эксклюзивті шарттары бар. Бәріне бірдей ортақ нәрсе емес, осындай жыл осындай көшесіздер деген талап жоқ. Енді оған қоса қазір енді 2 үлкен зауыт ашылды биыл, айтарлықтай. Қостанайдағы Киа зауыты бар, одан кейін Алматыдағы мультибрендті Қытай зауыты бар. Меніңше бұл келесі деңгейге көшу. Одан ары қарай енді меніңше бұл бағыт әлі дамиды. Өзіміздің отандық өндіріс көлікті халқымызға қамтамасыз етеді, бірақ бұл жерде халықтың табысы төмен болғандықтан халық жаңағындай бұл көліктерді өз көліктерін жаңартуға мүмкіндік ала алмай отыр. Сондықтан әртүрлі мемлекет тарапынан әртүрлі механизмдерді қарастырып, жалпы автокредиттің пайызын төмендету керек, көліктің санына, бағасына да субсидияланған бір төмендетілген баға беру керек. Халықтың жалпы тұрмыс жағдайын көтеріп, олардың табысын арттыру керек. Сондықтан сол кезде ғана бұл процестер бір-бірін сатушы мен сатып алушылар бір-бірін таба алады нарықта. Қытай нарығын келу салдарынан Қазақстандағы немесе басқа да елдерден келетін көліктердің бағасы арзандауы мүмкін ба? Жалпы қазір енді биылғы жылы Қытай көліктері көп деп кірді, алдыңғы жылдарда. Бұл жерде Қытайдың жалпы келген көліктері арзан болды біздің нарыққа. Ол не мәселеден арзан болды? Қытай үкіметі өзінің субсидиялауымен. Екінші мәселе, біздің шекарада кеден салығының болмауы, ол да біздің мемлекетіміз жағынан жаңағыдай көмек болды. Льгота жасадық біз оған. Содан кейін осы 2 мәселе бойынша бізге Қазақстанға Қытайдың арзан көліктері кірді. Оны біз ішке де алдық, сыртқа да саттық, басқа елдерге, көрші елдерге. Енді жаңа жылдан бастап Қытай үкіметі де сол өзінің субсидиясын алып тастамақшы. Оған қоса біздің де ел енді квотамен электромобиль, Қытайдан кіретін электромобильге қатысты барлық модификацияны кіргізбейтін болды квотамен. Сондықтан алдағы уақытта меніңше Қытай көліктері өзінің нарықтық бағасы сәйкес келе бастайды. Қымбаттауы мүмкін бе, немесе осы бағада тұрақтап қалуы мүмкін бе? Қымбаттайды, өйткені
субсидиядан басқа Қытай үкіметі жаңа көліктерді жалпы шығаруға тыйым салып жатыр. Кемі 6 ай Қытай ішінде болу керек, одан кейін ғана шығатын мүмкіндік болады. Бұл біздің осы алдағы келе жатқан 1 қаңтардан бастап енетін саясат Қытай тарапынан. Және біз де оған қоса өзіміздің субсидиямызды алып тастап жатырмыз, льготный ввозды. Сондықтан Қытай көліктері енді меніңше қымбат емес, нарықтық бағасына келеді. Өйткені кейбір модельдерді қарасаңыздар, оның ішкі әрлеуіне комплектациясына қарасаңыздар, бір Европадан шығатын көліктерден сапасы кем емес, бірақ бағасы 3 есе арзан болып келеді. Бұл нарықтық баға емес, бұл субсидиялық баға. Сондықтан бұл субсидиялар алынғаннан кейін көлік нарықтық бағасына қайтып келеді. Түсінікті. Екінші сұрағымыз білім саласына қатысты болмақ. Білім саласында азды-кепті тәжірибеңіз бар. Кейбір ұзын құлақтардан сізді оқу-ағарту министрлігіне де министр ретінде ұсынды деген ақпараттарды да естідік. Енді осы жөнінде өзіңізден тұшымды пікірлер естігіміз келіп жатыр. Жалпы өзің пікіріңізше қазір Қазақстандағы білім саласы тым еркінсіп, босаңсып кеткен жоқ па? Оған мысал ретінде айтатынымыз, мысалы оқушылар қазір өздерінің жетекшісін, мұғалімдерін таңдайды, немесе мынау ата-аналар тарапынан кейбір сәл мәселе көтерілсе өзгере келеді. Ол мысалы қарапайым мынау кезінде еден жууды мысалы оқушылардың мойнына кезекшілік ретінде іліп қоятын еді ғой. Қазір оны шулап алып тастады. Өткенде мысалы каникул мәселесінде ұзартып еді, қысқартып еді, қайттан ұзартайық деген секілді мәселелер жасады. Жалпы осы мәселелерде тиімді бола тұра, тиімді екенін білім саласындағы адамдар біле тұра, халықтың пікіріне қарап өзгеріп салатыны қалай сіздің ойыңызша, дұрыс па, дұрыс емес пе? Білім саласы біріншіден енді бәріміз бала тәрбиелегендіктен, қазақ жалпы өзінің психологиясында 3 нәрсеге барын салады ғой. Абайдан қарасақ, біріншісі өзінің денсаулығы, одан кейін бас бостандығы, үшіншісі баланың болашағы дейді. Абай атамыздың айтып кеткен, жазып кеткен сөзі. Сондықтан бұл жерде сол 3-тің бірі, егер қазақ соған жеген асын жерге қоятын болса, сол 3-тің бірі баланың болашағы. Сондықтан әр жанұяны, әр шаңырақты алаңдататын мәселе. Сондықтан бұл жерде әр жасалған қадам, әр жасалған реформа сондай қызу талқыға түсіп, қоғамда қызу талқыланады. Өйткені әр үйге қатысы бар нәрсе. Бұл біріншіден. Неге қоғамда жаңағындай бір қатты қызу талқылауға түсетін дегенге жауап қой. Екінші нәрсе, білім саласы енді қатты босаңсып кетті, босамай кетті, немесе қатаң болу керек деген нәрсені мен бағаға ала алмаймын. Өйткені жасалып жатқан көп өзгерістер бар, оның ішінде жақсы да бар, уақыт өте келе дұрыс емесін де көріп жатқанымыз бар. Бірақ ең бастысы бұл жерде асығыстық болмау керек. Өйткені білім саласында жалпы оның өмірлік циклін қарайтын болсақ, орта білім саласында ол 11 жыл. 11 жылда егер бір өзгерісті енгізсек, біз оны 11 жылсыз дұрыс бұрыс екеніне көз жеткізе алмаймыз. Ол ұзақ процесс. Егер балабақша мәселесі болатын болса, ол 3-4 жылда өзгерісін көрсетеді. Жақсы болды ма немесе жаман болды ма. Сондықтан бұл білім саласының әр деңгейінде өзінің өмірлік циклі бар. Соған байланысты реформаларды да қарау керек, ұзақ мерзімділігі. Енді бұл түбегейлі аяқ астынан мысалы үшін соңғы қоңырау 25 күні болады, немесе 30 күні болады деген нәрсені аяқ астынан өзгертіп қайтаруға меніңше дұрыс емес нәрсе. Басынан бастап дұрыс сараланып, дұрыс анализ жасалу керек еді. Екіншіден, бізде қазір құдайға шүкір әлеуметтік те, журналистік те зерттеулер көп қой. Соған жүгіну керек, әлеуметтен сұрау керек, қалай болады екен. Алдын ала зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Өйткені мен министр болдым деп ала қашып өзгеріс жасау дұрыс емес. Оны кері қайтаруды ондай өте тез болмау керек. Өйткені бұл бір адамның ашуланған мінезі емес, бұл жалпы білім жүйесінің реформасы. Бұл қазақтың жалпы ұлт болашағының сұрағы деген сөз ғой. Сондықтан бұл жерде бір асығыстық ешқандай жасамау керек. Жаңағы мысалдарға тоқталайықшы. Мысалы, еден жуу, тақта сүрту, кезекшілік жасап, оқушыларды өзіне істету деген. Бұл бұрыннан келе жатқан жақсы мысал. Балаларда еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Мынау Жапония, Корея елдерінде ондай жақсы тәрбие бар, мысал бар. Ол көп жерде тәжірибеден өтіп, өзінің тиімділігін көрсетті. Бірақ біздің кейбір ата-аналардың, бір топ ата-аналардың деп айтайықшы, барлығының емес, пост жазып немесе жаңағы бір-екі нәрсемен соны қайтарып алып тастау деген сіздің ойыңызша дұрыс па? Бұны жалпы қоғамдық талқылауға шығару керек. Алдағы уақытта осындай ниетіміз бар деген. Өйткені адамды еңбекке баулу ол мектептің бір бағыты. Мұғалімнің, мектептің, білім саласының бір бағыты адамды еңбекке баулу. Оны немесе үйде жасауымыз керек, немесе мектепте жасауымыз керек, немесе екі тараптан да жасалу керек. Жалпы қазақтың қарапайым сөзімен айтқан кезде алты алаш қосылса, төр ұстаздікі, ұстаздың айтқаны жөн.
Иә. Ұстазға мойынсыну керек, ұстазды тыңдау керек. Ұстаздың айтқанына жаңағыдай бағыт бағдар алып дұрыс түсіну керек оның барлығын. Жалпы егер мектепте мысалы үшін еңбекке баулу бағыт жақсы дамып жатса, оған ешқандай қарсылық болмау керек меніңше. Өйткені бұл жалпы дұрыс емес санадан қалыптасқан нәрсе. Жаңа баламыз мектепті жумау керек, бірақ ол өз артынан жинау керек. Иә. Мүмкін бүкіл мектепті жуып керек емес шығар, өзінің артынан жинап өту керек бала. Өзінің жаңағыдай кеше Астана қаласының дамуына арналған президентіміздің жиналысы өтті ғой. Сол кезде айтқан нәрсе, Жапонияны келтірді бізге мысалға. Мысалы үшін үлкен Токио сияқты қалаларда қалай адамдар өмір сүріп жатыр, тап-таза, барлығы жақсы. Өйткені тар жерде адам өз-өзін ұстай білу, одан кейін сол жерде өзінің тазалығын қамтамасыз ету, бұл әр адамның басына, жалпы тек қана қазақтың емес, жалпы әр адамзаттың барлығының басына міндеттелген нәрсе. Тек қана сондай менталитет арқылы біз үлкен қалаларда өмір сүре аламыз деп айтты ғой президентіміз. Сол тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл жерде меніңше еңбекке баулуды қоғамдық талқылауға шығару керек. Мектепте мысалы үшін қоғамдық жерлерде емес, өзінің отырған жерін таза ұстауы, ол еңбекті ертең сыйлауға ауысады. Жалпы басқа адамның еңбегін және өзінің жеке шекарасын да дұрыс сақтап, оның ішінде тазалығын, эстетикасын сақтауға өте үлкен тәрбие тұрғыдан үлкен ізін қалдыратын нәрсе. Сондықтан бұл нәрсені меніңше ашық қоғамдық талқылауға шығару керек. Кемі 2-3 ай талқылауға түсіп, одан кейін енгізуге болатын нәрсе. Өйткені бұған қарсыластар да бар, жақтайтындар да бар. Қоғамдық мәселе болғандықтан қоғамдық талқылау болу керек бұл жерде. Жалпы жауып тастаған дұрыс емес. Иә. Ана екінші мысалымыз қоңырауды, соңғы қоңырауды 30 қыркүйекке дейін ұзарту туралы. Негізі білім саласының мамандары, зерттеулердің барлығы басқа шетелдік тәжірибеде де осы каникулды қысқарту тәжірибесі жақсы қолданылады. Тамыздың соңына қарай сабақ басталады деген секілді. Өйткені осы аралықта балаларда көп ата-ананың қарауынсыз қалған оқиғалар болады. Және де 3 ай демалса кейбір нәрселер есінен шығып кетеді. Ал қысқарған сайын ол білім жақсы алуына, есте қалуына жақсы тәжірибе бар. Осыны қалай қарайсыз мысалы? Бұл жерде бұл реформаның басын айтып өтейін, не себептен болды? Өйткені апталық жүктеме балаға өте ауыр болып бара жатыр. Өйткені оның өзінің ұстайтын рюкзагы бар, оған салатын оқулықтары бар, одан кейін апталық сағат саны бар. Оның барлығын қазір біз өте тез қарқындап жатқан қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Күнде жаңалық, күнде ғылыми ашылулар. Оның барлығы баланың біліміне, баланың физиологиялық қабілетіне сай аптасына өзінің, мысалы үшін сіз бір тамақ жеген кезде бір тәрелкеден артық тамақ жей алмайсыз. Физиологиялық ақпаратты қабылдау да тура сондай нәрсе. Егер одан тыс асып кетсе, бұл психологиялық дұрыс емес қалыптасуға алып келеді. Сондықтан бұл жерде бұл білімнің апталық порциясы нормадан асып тұрғасын, ол ертең зиян болатынын біле тұра ғалымдар біз бұл оқу жылын бір аптаға ұзартайық деген шешім қабылдады. Бірақ оның есесіне сенбі күні демалыс алатын болды балалар. Бұл реформаның негізі сол жерде жатыр. Бұл жерде соңғы қоңырауды алып тастау емес. Жалпы реформаның физиологиялық тұрғыдан адам мектеп оқушыларына жүктемені азайту және сенбіні қосымша демалыс қылып беру. Өйткені 2 күнде бала физиологиялық тұрғыдан қайтадан қалпына келіп, дүйсенбі күні білімге құштарлық күшейеді. Ол жақтан да дұрыс қой негізі. Ол жақ дұрыс, бірақ оны асығып енгізді де, асығып қайтадан алып тастады. Бұл жалпы дұрыс емес. Бір министр реформаны бастап кетті, бірақ оны соңына дейін жеткізбей, жүктемені азайту мәселесі сол соңғы аптаға дейін созылу керек еді. Бірақ мұғалімдер ескі өзінің бұрынғы қалыптасқан әдетімен оқу жылын 25 мамырға бітіріп тастады. Сондықтан сол жерде туған сұрақ сол оқу жүктемесін азайту мақсатында жасалған нәрсеге, бірақ оқу процесін соған ұзартып тартып бермеді. Сондықтан бұл реформа дұрыс жүрмеді. Одан кейін қоғамда қызу талқылау болғасын келесі министріміз алды да оны жойып тастады. Бірақ меніңше уақыт өте келе біз қайттан соған келеміз. Өйткені бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденген нәрсе. Өйткені балаларға тым көп аптасына уақыт сабақ беру, ол ертең дұрыс нәрсеге келмейді. Білім саласынан тағы да бір сұрағымыз, осы Хелебери мектебі Қазақстан заңына бағынбайды деп сұрақ жолдаған екенсіз оқу-ағарту министрлігіне, бөлек мемлекетте өмір сүріп жатыр ма деген секілді. Осы мәселеңіз қалай болды? Сізге жауап берді ма? Жауап келген жоқ. Бір талқылауға да шақырылған жоқ. Жалпы
Қазақстан Республикасы болғандықтан бізде бір конституция, бір заң, бір ел, бір мүдде деген нәрсе бар ғой. Сондықтан бұл жерде заңға бағынбаған заң мен тәртіп қағидаты бар айтып жатқанымыз. Елімізде егер мектептерге автономия берілетін болса, онда барлығына берілсін. Жекеменшік мектептерге автономия берілген болса, онда барлығына берілсін, бақылау комитеттері ешқайсысына кірмесін. Немесе Хелибери сияқты мектептер қазақ тілі саясатын, Қазақстан тарихын басқасында дұрыстап оқытсын. Өйткені ол жерде оқытатын мен естуімше бағдарламаларда жаңағындай түсінікті ағылшын тіліне көптеген акцент береді екен, бірақ Қазақстанның ресми рәмізі қазақ тілі, басқа нәрселерге акцент жоқ деп естідім. Сондықтан бұл жерде көтерілген мәселе, жалпы егер елде қай тілде, қай елдің, басқа ұлттың немесе басқа жүйенің мектептер келіп жатса да, негізгі өзіміздің ортақ стандартты қолдануымыз керек. Бұл талап бірдей болу керек бәріне. Ол біздің Қазақстан Республикасының білім заңында жазылған, вне зависимости от формы собственности, все школы подчиняются жаңағындай единой политике государства. Ол жерде дін да жоқ, ол жерде саясат та жоқ деп жазылған. Сондықтан бұл жерде жалпы мен Хелибери ешқандай қарсылығым жоқ, аталып жатқасын қайталап жатырмын. Бірақ жалпы бір стандарт болу керек барлығы. Егер біз бір мектепке автономия беретін болсақ, онда сол тектес мектептердің бәріне автономия берілсін. Бір келкілік болу керек, заң бәріне бірдей тәртіп орнату керек. Егер біз автономия бермейтін болсақ, онда жаңағындай біреудің ыбырай, біздің ыбырай сұмырай болмау керек. Сол мәселе. Өйткені отандық инвесторлар бар, мысалы қаншама мектеп салды, қаншама ашты, халықаралық аккредитация алды, бірақ мемлекеттік талаптарды толық 100% орындап тұр. Оларға мысалы үшін мемлекеттің бақылау қызметтері кірген кезде есіктері ашық, қуана қарсы алып барлығын көрсетуге. Ал біз бір мектепке бір ерекшелік бергеніміз себебін түсінбеймін деп. Өйткені бұл ар жағында айналып келген кезде не жатыр, қандай логика жатыр? Біз конституциямызда барлық Қазақстан Республикасының азаматы заң алдында бәрі тең, және олардың құқықтары бірдей сақталады дейді. Бірақ басқа мектепте оқысаң, сенің құқықтарың басқа болады. Бұл бір меніңше бір адамдарды бөлу сияқты қаралатын нәрсе. Сондықтан бұл жерде бір келкілік, бір стандартпен қарауымыз керек. Оқу ағарту министрлігінен әлі де осы онда сұраққа жауапты күтеміз. Жауап келген кезде міндетті түрде мен әлеуметтік желіге саламын ғой. Жақсы. Тағы бір өзекті мәселенің бірі әскерге шақыру, әскерге бару көп дау тудырып кетті. Жалпы жастар неге жаппай қашып жатыр деген енді қазір шет жағасы айтылып жүр ғой. Әлім жеттік деген секілді, өлім жетім деген секілді. Бұдан бөлек әскерден соң жоғарғы оқу орнына түсу жүйесі де қарастырылып жатыр. Бұл енді алдағы уақытта заңдастырыла ма? Біз енді халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінде мүшемін ғой мен мәжілісте. Сондықтан бұл жерде біз әскери патриоттық дамыту бойынша заңын біз қабылдадық. Көптеген инициативалар кірді, оның ішінде одан сәл бұрын шығып кеткен жаңағындай әскерден кейінгі ұбт-сыз грантқа қабылдану. Өйткені оның алдында мысалы үшін біз студенттермен кездестік, Қазақстан студенттерінің альянсымен балалармен кездесу ұйымдастырдық. Сонда мен балалардан сұрадым, неге әскерден қашасыңдар, неге бара қаласың? Ол әділетсіздік деді. Мен бір жылымда үкіметтік конституциялық борышыма арнайды екен, басқа біреу одан жалтарып кетеді, өзінің сол уақытта не оқуын бітіреді, немесе бизнесін жүргізе бастайды, немесе кемі автокөліктің бастапқы жарнасын жинап алатын бір жыл деді. Сондықтан мен оны егер үкіметке сыйлайтын болсам, мен оның артынан не алам деді. Сол кезде туған ой, мысалы совет үкімет кезінде көптеген болған нәрселер екен да, грантқа қабылдану, жатақхананы жаңағындай кезексіз алу деген сияқты. Егер әскерге барып келсең, совет үкімет кезінде жалпы барлық есіктердің 90% ашылады екен. Сондай мотивация болған екен. Неліктен совет үкіметі кезінде әскерге бәрі барғысы келді? Сондықтан ол мотивациялық механизмдер дұрыс болған екен. Біз нарықтық қоғамда өмір сүріп жатсақ та мотивацияны қолданбаппыз бұл жерде. Жалпы енді бұл қоюда содан шықты ма? Несиенің каникулы бар, одан кейін несие алуға шектеу қою, оның барлығы сол заңның ішінде қарастырылған. Ол қабылданып кетті. Барлығы жұмыс істеп жатқан нәрселер қазір. Соның есебінен осы биыл күзде көшеден ұстап кету мәселелері өте азайып кетті. Жалпы бұл жерде енді жұмысқа қабылдау сияқты ғой. Жалпы біз жылына бір 300-400 бала 18 жасқа толып жатса, оның ішіне 40 мың ғана әскерге шақырамыз. Енді ол 10%, ол 10%-ді мысалы үшін ешқандай көшеден ұстамай-ақ ішінен жақсылап біріктеп алуға болатын шаруа. Бұл жерде электрондық жүйелердің дамымауы, қазір қорғаныс министрлігі әскери комиссариаттарға сарбаз деген өздерінің әскери комиссариатқа автоматтандырылған жүйесін енгізіп жатыр. Одан кейін біз мынау
бұрын мысалы үшін қағаз повестканы беріп оны алмадым деп жалтырып кету деген нәрселер көп болды ғой. Көрген жоқпын, алмадым деген. Біз оны жаңағы смс-ке заңдастырдық. смс-пен жіберу арқылы заңдастырдық. смс келген кезде, мысалы үшін бізге айыппұл, егер жол ережесін бұзсақ, айыппұл келген кезде смс келеді ғой. Ол бізді заңды түрде бізді ақпараттандыру болып саналады. Тура сондай, мысалы үшін әскерге келу бойынша жаңа шақыру қағазын тура смс-ке біз ауыстырдық. Ол да заңдастырылды. Енді әрине әскерде проблема жоқ емес, проблема көп. Бұл жерде материал техникалық базаны да жаңғыру бар. Жалпы ішке әскердің ішіндегі жаңағындай әлімжеттік дейді, дедовщина дейді. Бірақ ол қорғаныс министрлігі оны жоқ деп жатыр, бірақ бұл жерде басқа мәселе бар. Мен өзім байқағаным, мұғалім ретінде, жаңағы білім саласынан, балалардың психологиясын білу ретінде, жалпы бұл жерде орысшасы армейщина дейді. Жаңағы устав дейді ғой, устав бар. Устав ол жерге жарғы, әскери жарғы, ол жерде не рұқсат етілетін бәрін жазады. Қалғанның бәрі неуставные отношения дейді. Жарғыдан тыс қарым-қатынас деп аталады ғой. Сондықтан жарғыдан тыс қарым-қатынас жазылмаған заң. Жарғыдан тыс қарым-қатынас дегеніміз жаңағы әлімжеттік, ұру соғу, басқа мәселелер. Ал жарғының ішіндегі рұқсат етілген нәрселер сол арқылы адамның психологиясын бұзуға болады. Оның өзі ауыр болып тұр ғой, Жоқ, егер мысалы үшін сіз әскердесіз, казармада ұйықтап жатсыз, мен орта шенді командир, сол жердегі старшинамын, сізге келіп түнде сіздерді тревогамен көтере аламын, мысалы үшін. Маған рұқсат етілген. Оқу жаттығу мәселесін. Бірақ мен сізді 1 рет көтерем ба, 5 рет көтерем ба, өзім білемін да. Осындай мәселе бар. Мысалы үшін мен сізді бір түнде 5 рет тревога көтеріп, екінші күні плацқа, строевойға жіберсем, сіз ұйықтап тұрасыз. Ұйықтаған адам сөз естиді, ұйқысы қанбаған адам сөз естиді, одан басқа ашуланшақ болады деген сияқты, жасөспірім ғой өйткені. Одан кейін жаңағы, егер тамағы дұрыс емес, оған қоса ұйқысы дұрыс емес, жаңағыдай тамағы дұрыс емес, онда физикалық жаңа тұрғыдан күнде жүгіртетін болса, кросс жасайтын болса, адам қандай қалыпқа келеді? Осыны жүйелі түрде қарау керек. Қазір мысалы үшін қорғаныс министрлігі жанталасып, журналистерді шақырып, барлығын ашып көрсетіп жасап жатыр ғой, бірақ бұл жерде жүйелі проблемалар бар. Оны сырт көзбен байқау мүмкін емес. Жаңа өзіміздің 3 жылға таяп қалдық осы комитетте жүргенімізге. Өзім әскерилерді түсіну мақсатында барып 15 күнге палаткаларында жатып, жаңа өздерінің тамақтарын жеп, 15 күн 4 депутат барғанымыз бар басында. Бірге жаңағындай барлығын көріп, танысып, олармен 15 күн өмір сүріп, одан кейін енді қанша барып жүрміз, көріп жүрміз. Ол жерде ең жалпы дұрыс қалыптасқан жүйе, мынау әскери комиссариаттан таңдаудан бастап, жалпы ішкі психологиялық жағдай, тамақтану барлығы дұрыс қалыптасқан жер, мынау мемлекеттік қызмет, мемлекеттік күзет қызметі бар, бізге әскеридің бір. Олар жалпы дұрыс қалыптасқан. Әрине, олар туралы ол элита, олар аз, жаңағындай. Бірақ барлығына бөлінетін қаражат саны бір. Адам басына бөлген кезде бәріне бірдей ақша бөлінеді. Бұл жерде жалпы сол жердегі командирлерінің жергілікті және орта шенді жаңа тікелей сарбаздармен қарым-қатынас жасайтын азаматтардың кәсіптілігін қарау керек та. Бұл кәдімгі аға болу керек қой. Сол жерге барған балалар жаңа өзінің бұл кісіні аға ретінде сыйлап кету керек сол жерде. Бұл тек қана жаңағыдай жақсы кезде емес, жаман қиналған кезде де бір ағалық кеңесін бере алатын, қолдай алатын, өздерімен бірге ұйымдастыра алатын бір жанашыр азаматтар болу керек сол жерде. Тек қана солармен біз сол бағытта жұмыс істесек, әрине ол жерде жасөспірімдер міндетті түрде әскермен қоштасқан кезде көзіне жас алып қоштасатын жағдай жеткізуіміз керек қой. Жаңағы жарғылар өзгерді ма содан кейін? Жарғы өзгермейді, жарғы рұқсат етілген, ол рұқсат кәдімгідей. Бірақ ол жерде шектеу жоқ. Рұқсат бар да шектеу жоқ. Ол жалпы адамгер, сол жердегі кәсіби мамандардың жаңағыдай айтып, орта шенді офицерлер мен сержанттардың жалпы біз аттестациясын өткізіп, оларды қарауымыз керек, психологиялық тест өткізу керек, оларды жалақысын қарауымыз керек, олардың тұрғын үй мәселесін, жанұясының мәселесін бәрін шешу керек. Ол тікелей жастарды тәрбиелейтін солар. Бұл мұғалім, екінші мұғалім ретінде қарауымыз керек та. Сондықтан бұлардың мәселелерін шешпей, жалақысын өсіруіміз керек, тұрмыс жағдайын реттеуіміз керек. Олардың мәселелері шешілмей, біз ол жерде талап қоя алмаймыз. Сол жерді реттеу керек. Бұл жалпы мен екінші жерде айтып отырмын. Жалпы бұл менің бақылауыммен алған нәрсе, бірақ жалпы қорғаныс министрлігі өзі меніңше назар аударып, осыны өздері реформа жасау керек. Егер осы реформа жасаса, онда мынау
жылтыратып қойған журналистерге арналған жаңағы нелерді көрсеткеннен ішкі мәселе шешілмейді. Бұл ішкі психологиялық жағдай. Қонақ келе жатыр, құдай келе жатыр деген сөз ғой. Журналист келе жатыр, депутат келе жатыр. Әдемілеп қояйық, ешкім сұрақ қоймаңдар, үндемеңдер деп қояды болды. Оны жасырын емес, бәрі біледі. Түсінікті. Мәжілісте халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетіндесіз, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Қазір енді қандай заң жобалары талқыланып жатыр? Елге керек, бірақ қабылданбай жатқан заңдар бар ма? Оның үстіне мынау әсіресе телефонға байланысты. Өйткені қазір көп алаяқтық мәселелердің барлығы осы телефон арқылы жасалып жатыр. Осы тұрғыда бір ауыз айтып өтсеңіз, қандай заң керек және қабылданбай кедергі болып тұрған нәрселер? Қабылданбай кедергі болып тұрған заңдар жоқ, барлығы қабылданады. Өйткені бізде толық консенсус принципімен жұмыс істейді ғой мәжіліс. Кім қалай айтса да, мен шетте жүрген азаматпын ғой. Өзім бизнестен келдім, мысалы үшін ешқандай саяси нелерім, қорқыныштарым жоқ та, ашық айта аламын. Мәжіліс толық консенсус режимде жұмыс істейді. Бұл жерде тек қана жаңағы қоғамның емес, нарықтағы бизнес өкілдерінің, үкіметтің, қоғамдық бірлестіктердің барлығының айтқан сөзі ескеріледі. Толық консенсуске жетпей заң шықпайды пленаркаға. Көбісі айтады ғой, пленаркада неге жаңа сұрақтар қойылмайды, бір қисық сұрақтар қойылмайды деген сияқты. Өйткені кешегі мәселеде деп қойсаң, сценарий. Өйткені сценарий деген нәрсе айтады. Оның барлығы жұмыс топтарында өтеді. Жұмыс топтарында енді мен жасырмаймын, менен үлкен ағаларым бар ғой жерде. Әріптестерім бар, мысалы үшін өмір көрген, көптеген қызметтерін. Біз сөзге келісіп қалатын жағдайларымыз бар. Сөзге кеп қалатын жағдайларымыз бар, оны жасырмаймыз. Ол да ашық режимде өтеді, бірақ оны мысалы үшін пленаркаға шығару меніңше дұрыс емес. Ол дұрыс емес мәдениет. Жалпы біз пленарлық отырыста бір-біріміздің жекемізге өтіп жатсақ, ол дұрыс емес нәрсе. Бізде талқылаудың барлығы жұмыс топтарында өтеді. Жұмыс топтарында өтеді. Егер бір келіспеушілік болып жатса, комитеттің отырысына қарастырылады. Содан кейін тазаланып, бірақ толық келісімді алғаннан кейін бірақ шығады пленарлық отырысқа. Сондықтан бұл жерде сондай дұрыс түсінік қалыптастыру керек бұл жерде. Бұл жалпы. Енді мысалы үшін алаяқтық туралы жалпы көптеген заңдарға өзгеріс енгізілді. Көптеген. Қазір мысалы үшін бұрынғыдай кредит алу оңай емес. Бұрын егер сырттан бір адам кредит ала беретін болса, ондай қазір жоқ. Барлығына ФС енгізілді. Одан кейін егер жаңағындай қауіпсіздік шараларын қолданбай, мысалы үшін банк немесе микроқаржылық ұйымдар біреуге кредит беретін болса, ол кредитті төлемеуге болады қазір адамға. Ол сол банк өзі өз тарапынан өзі жабады. Біз сондайға деңгейге жеткіздік. Бұл жерде жаңағындай тым кредиттеліп кеткен қоғамды қалай тазартамыз деген заң қабылдадық қой. Сол кезде мысалы үшін банктар егер жаңа қауіпсіздік мәселелерін ескермей біреуге кредит берген болса, ертең ол төлемей жатса, банк өзі төлейтін қылып тастады. Сондықтан банк қазір ешкімге ешқандай кредит бермейді. Жалпы алаяқтардың бұл жерде жаңа заңнамада олқылық тапқаны сол жер ғой. Мысалы үшін біреудің жеке куәлігі арқылы басқа біреудің атынан кредит ала беретін болған жағдайлар болды. Сондықтан сол заңнама жетілдірілді. Мысалы үшін бүгін қазір көптеген мәселелер жетілдірілгеннен кейін алаяқтық азайды. Байқасаңыз қазір киберпол ашылды мысалы полицияда. Оларда мысалы алаяқтықпен жаңағы дропперлерге қатысты нәрселер де күшейді. Мысалы үшін қазір алаяқтықпен алған ақшаны да жылыстату да қиындап бара жатыр. Жалпы колл-центрлердің көбісін ұстады, Украинада көп ұстады. Ол халықаралық деңгейде жұмыс істеді ішкі істер министрлігі. Ішіміздегі болған нәрсенің бәрін ұстады. Қазір мысалы үшін бізде кластер ашылды ғой, суперкомпьютер, әлем-ай. Оның да көмегі бар бұл жерде. Өйткені бұл жерде технологиялық жарыс қой. Егер технологиялық тұрғыдан алаяқтар біздің мемлекеттен бір қадам алда тұрса, біз қуып жете алмаймыз. Сондықтан біз технологиялық бұл үлкен президентіміздің жасаған дұрыс саясаты, жалпы еліміздің дұрыс инвестициясы, бұл үлкен бір жаңа біз бір өзімізге кванттық бір секіріс жасадық, серпіліс жасадық. Жасанды интеллектке неге? Ол ертең артынан біз егер технологиялық алдыңғы қатарлы елде болатын болсақ, онда алаяқтар біздің артымызда жүрсе, бізді олар алдай алмайды. Бұл жерде технологиялық жарыс болып жатыр да. Сондықтан технологиялық тұрғыдан егер біз алда жүретін болсақ, әрине әрқашан бұны тек қана қазір емес, жалпы болашақта да технологиялар озат елдердің қатарында болуымыз керек. Бізге сол телефон алаяқтарының көбісі мына Ресейден келіп жатады ғой, өйткені бізде қазір лайфхак көбейіп кетті ғой. Егер алаяқ звондаса, оған қазақша сөйлесең, бұлар да бір орында отырған жоқ қой. Ол жерде жасанды интеллект, мысалы үшін ол операторлар да қазақша сөйлеуге үйренді. Біз егер алдында мысалы үшін қазақша сөйлеп кетсең, егер жауап бере алмаса, онда түсінікті бұл алаяқ деген сөз. Қазір мысалы үшін күн ара маған 6 жыл Қазақтелекомнан звондайды.
мен олармен әңгімелесемін, кәдімгідей қазақша әңгімелесемін, өйткені біздің өзіміздің спецификамызбен өзіміздің қазақ тілінде жалпақ тілмен сөйлескен кезде біздің өзіміздің әдеби тілмен сөйлескен кезде көп жасанды интеллект тартылмайды бұны. Сондықтан бұл операторларды түсінуге болады да, жаңағындай олар бізбен сөйлесу арқылы үйреніп жатыр. Олардан жаңағы мысалы үшін сіздің Алтелден звондап тұрғаныңызды қайдан білеміз деген сұрақ қою керек. Түсінікті. Қалай дәлелдейсің? Иініңізді айтады, басқасын айтады. Иін мен қоғамдық саясаткерім, менің иінім бүкіл жерде бар, мысалы үшін. Жасыратын нәрсе емес. Бір басқа бір қызық ақпарат сұрайсың да, оны айта алмайды. Сондықтан оның барлығы түсінікті болады. Түсінікті. Біраз жылдар бойы колледждерді басқардыңыз. Осы кәсіп саласын, техникалық кәсіп саласын жақсы меңгергенсіз. Былтыр президентіміз осы жұмысшы мамандықтар жылы деп атады. Осы жылдары қандай өзгерістерді байқадыңыз? Шынымен өзгеріс болды деп өзіңіз есептейсіз бе? Өзіңізге бір нақты бар басылып айтылған университет пен колледждердің мысалы студенттер қатар келген кезде кәсіп иелері колледждің түлектерін қорқпай алатындай деңгейге жеттік па? Біріншіден, колледж бен университет түлектерін салыстыруға болмайды. Олар екі бағытта дайындалып жатқан азаматтар. Жоқ, кейбір мамандықтар бірдей ғой. Жоқ, бірдей болғанмен, ол екеуін салыстыруға болмайды. Қай жағынан салыстыруға болмайды? Екі деңгей. Иә, анау егер құрылысшыларды басқаратын деңгей болса, жоғары білімде, мынау құрылысшы. Бұл басқарылатын адам. Бұл қолмен істейтін адам. Бұған ондай талап қоюға болмайды. Басынан бастап осы мәселені қоғамда жалпы айырып алады. Екеуін салыстыруға келмейтін нәрсе. Екеуі бір-бірінің үстіндегі ағасы мен інісі сияқты болу керек та. Мысалы үшін, егер үйде мысалы үшін бала тәрбиелейміз, ағасы мен інісін салыстыратын болса, екеуінің арасында бәсеке пайда болады. Бәсеке деген дұрыс емес нәрсе ол. Дұрыс емес бәсеке пайда болады. Егер сен ағасы сен бұған үйрет, мынау жаңағындай жасауға, қолмен жасауға бұл жасайды, сен үйрет, айтып отырса десең, онда дұрыс нәрсе болады да. Ізгілік болады да. Сондықтан бұл жерде сондай бір өзара дұрыс нәрсе қалыптастыру. Екеуі өзара бәсеке емес, бұлар бір-бірінің үстіндегі тұрған аға мен іні сияқты да. Одан кейін жаңа президенттің айтуы бойынша біраз нәрсе жасалған дейді үкіметте. Жаңағы үкіметтің бүгін премьер-министріміз президентке барып есеп берді. Сол есептерді алып қарадық. Біз бүгін біраз нәрсе жасалған деген сияқты бар, бірақ меніңше бір толыққанды жұмыс жасалмады. Жалпы осындай жылды пайдаланып біраз реформа жасалу керек еді. Меніңше сол қараусыз қалды. Бұрынғы сол баяғы жартас, сол жартас, кәсіптік білім саласы, совет үкіметінің қалдығы сонымен келе жатыр. Бұл жерде бір батыл реформа керек. Сіздің ойыңызша қандай өзгерістер жасалу керек еді? Мен депутаттық сауал дайындап отырмын. Осы эфирдің алдында да жаңағы редакциясын жасап келдім. Бұл жерде мысалы үшін біз қазір 800-ге жуық колледж бар деп айтамыз да, бірақ оның саны бар, сапасы жоқ қой. Оны мойындауымыз керек. Бірақ ол жерде әртүрлі специфика бар. Мысалы үшін ауыл шаруашылық колледждері бар. Олар ауылдағы мысалы үшін мамандар дайындауға, комбайнер, тракторист, механизаторлар дайындауға, ауылдағы жаңағындай зоотехниктар дайындауға өзінің үлесін салды. Олар бізге көрінбейді, өз жұмыстарын істеп жатыр. Қаладағы колледждер бар мысалы үшін. Ол жерде әртараптандыру керек та. Мысалы үшін бізде 3,5 жыл, 4 жыл оқитын мерзімдер бар колледжде. Оларды мысалы үшін 9 сыныптан кейін емес 11 сыныптан кейін оқыту керек та. 2 жыл ретінде. 11 сыныптан кейін 2 жыл оқыса, жаңағындай орта шенді мысалы үшін инженер ретінде шықса, сол мысалы үшін бізде нарықта ең сұранысқа ие сол бізде. Орта шенді басқарушылар жоқ. Одан кейін төмен квалификацияда қарайтын болсақ, 2 жыл, 1 жыл 10 ай, 2 жыл деген мерзімдер бар. Ол мысалы үшін 9 сыныптан кейін оқытылады. Оны мысалы үшін нарыққа қысқа мерзімді курстар ретінде жіберу керек, бірақ 9 сыныптан кейін оқып жатқан мысалы үшін гуманитарлық мамандықтарға ондай ұзақ мерзімді оқытып керек емес. Техникалық мамандықтарға мысалы үшін мүмкін қысқару керек шығар оқу мерзімі. Одан кейін жаңағы ауылдағыларға мысалы үшін меніңше жеңілдетіп учкомбинат сияқты мәселелерді қайтару керек шығар. Оны 11 сыныпта оқып жүріп жаңағындай түстен кейін басқа уақытта барып өз мамандығын иесі болып, содан кейін ауыл шаруашылығына кірісетін мамандар дайындауымыз керек. Қазір соны пилоттық режимде жүріп жатыр ғой, қателеспесем. 11-де бітіргенде сол колледждің бір дипломын қатар алып шығу деген сияқты. Жоқ, ондай жоқ, пилот жоқ, ешқандай жоқ. Жалпы бұл жерде қазір нарықтағы жаңағы хайскулдар дейміз ғой, 10-11 оқытатын мектептер жалпы соны өздерінің қаперіне алу керек. Бір қосымша гуманитарлық мамандықты балаларға оқытып беру керек. Бұл жаңа форматта меніңше алдағы уақытта болып жатыр. Жалпы сол қазіргі депутаттық сауалымды бүгін немесе келесі аптада жіберетін боламын үкіметке. Біраз ол жерде ұсыныстар бар. Соны мысалы үшін сіздерге
қазір эксклюзив ретінде айтып отырмын ғой. Жалпы бізде мысалы үшін Астананы қарайтын болсақ, Астана қаласын, басқа өңірлерге тиіспей ақ қояйын. Астана қаласын қарайтын болсақ, бізде 39 колледждей бар Астанада. 36-39 қателеспесем. Оның 9 мемлекеттік, қалған жеке меншік. Енді бізге қалаға мысалы үшін қанша колледж керек? Біз оны айта алмаймыз мысалы үшін. Неге? Өйткені бұл колледждер, мысалы 200 бала оқытатын колледж бар ішінде. 200 бала оқытатын колледж дегеніміз біздің мысалы үшін қысқа мерзімді курстар, ентігі дайындық оқытатын курс, бір оқу орталықтар 200 бала дайындау мүмкін. Ол да сонда колледж деңгейіне саналады, жалпы масштабын қарайтын болсақ, жалпы меніңше бұның дамуына үлкен үлес қосатын біз осы 20 аймағымыз бар ғой, 20 аймаққа, облыс орталықтарына, соның ішінде Астана қаласы, мысалы Астанаға меніңше бір 4 немесе 5 колледж жеткілікті. Бірақ бұл колледждер 15 мың, 20 мың адам оқытатын үлкен колледждер болу керек. Ол жерде қысқа мерзімді де оқыту, ұзақ мерзімді оқыту, жатақханалары, мұғалімдердің жатақханалары, бәрі материалдық техникалық базасы жоғары деңгейде болу, жоғары технологиялы болу керек. Жекеменшіктерге де сонда талап қою керек деп ойлайсыз? Жекеменшік егер ашылатын болса, ол да сондай деңгейде болу керек. Бұл жерде бір елміз ғой, біз бұл жерде мемлекетке мындай талап, жекеменшікке бір жеңілдікпен қарайды деген шаруа емес. Осы тәуелсіздік жылдары оларға да дамуда мүмкіндік болды ғой, жақсы. Сондықтан бұл жерде 20 облыстық тірек колледждерін жасау керек, одан кейін ауыл шаруашылық колледждеріне бір ерекше бір назар аудару керек. Олар өйткені ауылдағы жастарды ұстайтын колледждер. Оларда да бір дұрыс деңгейде болу керек барлығы. Сол жердегі студенттер, мектеп оқушылары сол аудандағы, ауылдағы сол колледжге баруға ұмтылу керек қой. Сонда көз үйінен тұрып, мен бүгін мектепке барам ба, бармайым ба емес, мен міндетті түрде барам сол колледжге деген сондай ұмтылыстағы деңгейдегі колледждер жасауымыз керек аудандарға. Сонымен жалпы 800-ге жуық колледждердің жалпы саны азайту керек. Өйткені біз қазір соған шашырап жатқан ақшамыз меніңше дұрыс емес. Өйткені мысалы үшін мен Астанада бір ғана мысал келтірейін. 28 мың шаршы метр бар колледж бар да, 300 бала оқытатын. 28 мың шаршы метрге 300 бала оқытады. Тура сол 28 мың шаршы метрде кейбір университеттер 15 мың адам оқытып отыр. Ол жерде оған қоса мысалы үшін 8 гектар жері бар сыртында. Оның барлығына бюджеттен ақша бөлініп жатыр. Егер сол мысалы үшін жаңағы мемлекеттік 9 колледждің мүмкін мен енді барлығын сол жерге мысалы үшін енгізіп, бір политехникалық үлкен бір колледж жасап, сол жерге сол бүкіл 9 колледжде оқып жатқан баланы бәрін орналастыруға болады. Жанына 2 жатақхана, 3 жатақхана салып, жаңағы 7-8 гектар жерін дұрыс пайдаланып, сол жерде бүкіл 9 колледжге бөлініп жатқан ақшаны бәрін сол жерге салсақ, ол үлкен оптимизация болады. Ал содан кейін сол жерде жұмыс көріне бастайды. Ол жерде мысалы үшін жаңағындай барлығы айтады, ақша жетпейді бізде дейді. Бюджетте ақша жоқ, колледждерге бөлінбей жатыр. Бірақ жаңағы біз оны бөлініп жатқан ақшаны рәсуа қылып жатырмыз да, жан-жаққа шашып жатырмыз, 800 колледжге тартып жатырмыз да. Сонда мысалы үшін тек қана Астана қаласын алатын болсақ, жаңағындай жалпы Астанаға болашақта меніңше бір жаңағындай 2-3 осындай үлкен бір 15 мың оқытатын, 20 мың адам оқытатын колледждер керек. Бұл үлкен бір сондай бір жаңа үлкен территорияда үлкен корпустарымен жаңа заманауи технология жабдықталған үлкен колледждер болса 15 мың адам. Оның ішінде өмір қайнайды да. Біз сондай деңгейге жетуіміз керек. Сол бағыттан алуымыз керек. Оған қоса жаңа ауыл шаруашылық колледждерде үлкен бір инвестиция салыну керек. Ол үшін олардың санын қысқарту керек. Жаңа 200-300 бала оқытатын колледждер деген ұмытуымыз керек. Ондай бұл дұрыс емес тенденция да. Үлкейту керек бұларды. Содан кейін бір қаланың ішінде мысалы үшін бір мамандықты әр колледж дайындайды да, мысалы үшін. Әр колледж дайындайды. Ол не үшін керек? Мүмкін сұраныс бар шығар нарықта, бірақ егер ол материалдық техникалық базаны жан-жаққа шашпай бір жерге жинайтын болсақ, оған қоса жаңа мұғалімдер де жиналады, оқу шеберлер де жиналады, ол жерде жаңа білім сол жерден жалпы сапа саннан шығады дейді ғой. Көп бейінді жасау керек дейсіз ғой. Көп бейінді жаңағыдай үлкен жаңа жастардың үлкен шоғырланған орталықтарына айналдыру керек оларды. Жалпы енді былайша айтқан кезде, қысқаша айтқан кезде, кез келген ата-ана өзінің баласын дәнекерлеуші болсын деп, аспазшы болсын, немесе құрылысшы болсын деп колледжге жібергісі келмейді ғой. Бірақ керек мамандық. Оған ата-аналарды да, балалардың да қызығушылығын арттыру үшін не істеу керек? Мысалы, қазір жаңағыдай жалақыларын көбейту керек пе мүмкін? Қалай ойлайсыз? Жалақылар аз емес. Аз емес па? Мысалы үшін қазір сантехникті 700 мыңға іздеп көріңіз, таба алмайсыз. Келмейді. Бір күн істеп 2 күн демаламын деп айтады 700 мыңға. Дұрыс, жақсы сапалы, мысалы үшін жаңағындай пісіруші, дәнекерлеуші дейміз ғой. Егер жаңағындай батыста мысалы үшін мұнай құбырларын пісіретін маман болса, оның қазір бағасы 3,5 миллион. Бұл мәселе бағада емес, мәселе санада жатыр.
жаңағы біз мектепте жаңағы еңбекке баулудан бастаймыз ғой. Жалпы санада жатыр да, қоғамда біз еңбек еткіміз келмейді. Жалпы бұл әрине жалқаулық прогрестің қозғалтқышы ғой. Жалпы прогрестің барлығы жасалған прогрессивті нәрсенің бәрі жалқаулықтан келген. Адам артық қозғалысы келмейді, сол себептен бірдеме ойлап табады да, өзінің өмірін жеңілдету. Бұл прогресс, бірақ жалпы бұл жерде жоғары деңгейдегі профессионалдар, мен айтып отқан, мысалы үшін бір үйдегі мысалы үшін жылыту трубаларын, құбырларын дәнекерлейтін пісіруші емес, үлкен жоғары технология 3,5-5 миллион алатын біз дәнекерлеуші дайындауымыз керек. Соған жаңағы керек материалдық базаны құруымыз керек. Енді мен мысалы үшін өзім колледж түлегім. Мен 9-шы сыныптан кейін колледжге кеткенмін. Мынау Астана қаласында 4-ші мектепте оқыдым. Мен математикалық сыныпта оқыдым. Бала кезде мысалы үшін бәрін оқу озаты болдым, бірақ 9-шы сыныптан кейін мен колледжге кеттім. Не себептен? Менің де әке-шешем мен колледжде барғанымды, барлығымыз қазақпыз ғой, барлығымыз баламыз әкім болсын, депутат болсын деп қалаймыз ғой, дұрыс па? Ол дұрыс талап. Бірақ оған жету жолдары әртүрлі болуы мүмкін. Дұрыс па? Оған университет оқытпайды, колледж оқытпайды. Бұл өмірлік сабақ алу керек та. Сондықтан егер жалпы енді осы эфирді пайдаланып айтуға болады. Бұл жерде мәселе неде жатыр? Санамызда жатыр. Еңбекке баулымай ешкім ешқандай жетістікке жетпейді. Мен өзім мысалы үшін сол математикалық сыныпта оқып жүріп, менің сыныптастарым одан кейін мысалы үшін көп топ университеттерді бітірді, көп жаңағындай ұлттық холдингтерде бір басқарушы лауазымдарда. Бірақ бізге мысалы үшін біздің карьерамызға бұл кедергі келтірмеді колледжге кеткеніміз. Жалпы егер адамның өзінің құштарлығы болса, ол ешқай жерде тоқтамайды. Бірақ ең бастысы еңбекке болу керек. Мен колледжге кеткен себебім мен материалдық тұрғыдан, мысалы үшін сол кезде материалдық тұрғыдан мен өзім түсіндім да, егер ертең ұбт-ны тапсыра алмай қалсам, ақы төлейтін университетке түсе алмаймын. Сондықтан мен колледжге түсейін, мамандық егер болайын, үйге мысалы үшін бір көп ақша әкелмесем де өз-өзімді қамтиын қаражатпен. Негізі жастарды сондай мотивациялау керек. Біріншіден кәсіп үйрен, одан кейін ақша тауып үйрен, одан кейін өзінің бизнесін аш, одан кейін немесе жаңағындай бір мансап жаса өзіне. Бірақ барлығы еңбекпен келеді. Еңбектенбесең ешқандай жолға жете алмайсың. Үстінен топ етіп түсіп қалған нәрсе, ол ертең тек қана баг емес, ол проблема болуы мүмкін. Адамға жалпы. Ата-анаға құлақ қағыс дейсіз ғой. Балдарын сондайға колледжге беруден қорықпау керек дейсіз ғой, иә? Бұл жерде жалпы болар бала бақшада дейді қазақта. 13-те отау иесі дейді. Сол 13-те жалпы 13, 14, 15 жаста колледжге барады ғой балалар. Бұл жерде мектеп қуып шықты, сондықтан бардық деген мәселе болмау керек. Жалпы сол кезде балаға таңдайтындай мүмкіндік беру керек. Егер баланы жаңағындай сол кезде өз-өзі таңдай алатын деңгейге жеткізе алса, ол дұрыс тәрбие деген сөз. Мен сол 13 жасымда өзім таңдадым, өзім барып түстім. 13-14 жасымда таңдау жасай алдым сол кезде. Енді бұл жерде адамның жалпы ер азаматтың бақытты болуына екі-ақ себеп. Мамандықты дұрыс таңдау керек, жарыңды дұрыс таңдау керек дейді қазақта. Сондықтан сол таңдаулар дұрыс болса, әрине жетістікке жетеді. Мансабы да болады. Ертең жалпы мақсат бақытты болу ғой. Адамзаттың жалпы мақсаты бақытты болу. Бақыт деген нәрсе ол жаңағындай, егер жанұяң дұрыс болса, одан кейін өзінің сүйікті қызметің болса, жұмысың болса. Сондықтан бұл жерде сол егер адам бақытқа бағытталса, осы екі бағытта дұрыс таңдау жасау керек. Дұрыс. Тағы да осы депутаттық сауалдарыңыздың арасынан көп талқыға түскен сауалдарыңыздың бірі мынау көліктерге тонировка жабыстыру деген. Жалпы бұл ой қайдан шықты негізінде? Жалпы бұл ой қайдан шықты деген кезде, біз мысалы үшін Астанада отырып жазғы кезде мүмкін тонировканың мағынасын, құндылығын түсінбеуіміз мүмкін. Бірақ бізде негізі қазақтың халқы көп шоғырлаған жер бұл оңтүстік. Мысалы үшін анау Талдықорғаннан бастап Ақтауға дейін оңтүстік қой. Дұрыс па? Арада Шымкент, Түркістанның, Таразың бар, Қызылордан бар. Одан кейін батыс. Батыста Ақтаудан бастап Оралға дейін. Енді сол екі бағытты қарайтын болсақ, 45-50 градусқа дейін күн ысиды. Күндіз кондиционер, көлікте кондиционер қоссаң, оның күші жетпейді, салқындатпайды. Сондықтан бұл жерде бір шешім керек. Екінші мәселе, біз мысалы үшін Қытайға визасыз режим бердік. Енді Қытайда жаңағы тонировка рұқсат етілген. Оның машиналары бізге кіреді, бірақ бізде заңсыз. Не істейміз? Біз шеше аламыз ба, оны шеше алмаймыз. Өзбекстанда да солай қателеспесем. Өзбекстанда тура солай. Бірақ Өзбекстанға біз кіретін болсақ, тонировка артқыға дейін ақша төлеп қойды. Білесіз ба? Біз кірген кезде көлікпен артқы тонировка болса, оған да ақша төлеп кіреміз. Бір күнге кірдім ба, жарты сағатқа кірдім ба, оның фарқ несі жоқ.
олар да бізге кірген кезде Бірақ олар тренировкамен бізге келеді ғой. кірген кезде тонировкамен келеді, біз оны шеше аламыз ба жоқ па? Бұл жерде жалпы заңдастыру мәселесін қарау керек. Өйткені мысалы үшін Қытай көліктері қазір жүр, тонировкамен кондиционер астына рахаттанып отырады да. Көк нөмірді Қытайлар жүр ғой. Өзбекстан жүр мысалы үшін тонировкамен жүр. Біз оларды шеше алмаймыз тонировкасын. Өйткені уақытша кірген машина. Біздің талаптар оған жүрмейді. Бірақ бізге рұқсат етілмейді да, көрдіңіз ба? Бұл жерде ертең бүгін не ертең бұл сұрақ шешіледі бәрібір. Екінші мәселе, бюджетте ақша жоқ дейміз ғой біз. Бұл жерде бір 100 миллиардқа жуық ақша жатыр жыл сайын. Біз мысалы үшін нөмірлерді кезінде сатпай жүрдік қой, ойбай нөмір сатуға болмайды деп. Бірақ мүмкіндік беріп едік нөмір таңдауға, бәрі сатып алды ғой. Иә. Дұрыс па? Бюджетке Ақшасын ақша төлеп ала түсіп жатыр. Иә. Ол ақшаны төлеп жүрдік, бірақ біреудің қалтасына төлеп жүрдік бұрын. Сондықтан бұл жерде де рұқсат беріп, заңдастыру керек болды. Бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Кезінде қауіпсіздік мәселелері, бірақ ол кезде бізде камера болған жоқ. Бізде камера бар. Біз қазір 10-15 минут ішінде қаланың ішінде кез келген адам тауып бере аламыз камера арқылы. Сондықтан бұл жерде ешқандай не жоқ, мәселе жоқ. Бір ескі қалыптасқан бір дұрыс емес ойлар бар. Бірақ ол қазір қабылданбады ғой, әлі сол Қабылданбады. Не мәселе болып тұр оған? Ішкі істер министрлігі жаңағы қауіпсіздік мәселесін реттей алмаймыз деп қорқып отыр. Бірақ қандай неде тұр, деңгейде тұр бұл мәселе? Бұл деңгейде бұл тек қана паузада тұрған нәрсе. Жалпы меніңше бұл уақыт өте келе шешіледі. Шешіледі деп ойлайсыз, иә? Сенемін мен, кәміл сенемін соған. Өйткені қауіпсіздік мәселесі қазір ондай заман емес, қазір камера технологиялары дамыған, ешқандай қорқатын еш нәрсесі жоқ. Біраз шетелде білім алдыңыз, өзіңізде барып жүрсіз, жалпы кептеліс мәселесін ар жақ бер жағын көріп те жүрген шығарсыз, өзіңіздің ойыңыздан елеңізден өткізіп жүрген шығарсыз. Алматыда көлік мәселесі қазір Астана мен Шымкентке де келе жатыр. Жалпы көлік кептелісін қалай шешу керек деп ойлайсыз өзіңіздің ойыңызша? Көптеген пікірлер бар. Өткенде қоғамдық көлікпен жүру, қоғамдық көліктің бағасын қымбаттату деп айтты. Кейбір көліктерге салықты көтеру керек деп айтты қаладағы. Сіздің ойыңызша қалай шешу керек? Жалпы дүние жүзінде көлік кептелісін шешкен қала жоқ. Түбегейлі шешкен қала. Түбегейлі қала жоқ. Әртүрлі ойлар бар, әртүрлі механизмдер бар. Мысалы үшін Қытайда көп қалаларында мысалы үшін жұп тақсанмен нөмірін шықпаса сомен жүресің де. Бірақ соны енгізген адамдар, мысалы үшін сізде жұп болса сіз бүгін жүресіз, менде тақ болса мен ертең жүремін. Сөйтіп жасаған, иә, келісіп, бірақ сол реформаны енгізген, мысалы үшін мамандар айтады да, біздің көлігіміз 2 есе өсіп кетті. Өйткені әр адам 2 нөмір ала бастады дейді, 2 көлік ала бастады. Біреу жұп күні жүретін, біреу тақ күні жүретін. Біз көлігімізді 2 есе көбейтіп алдық дейді. Сондықтан бұл жерде бұл реформалар, ұсыныстардың барлығын ғылыми сараптаудан өткізу керек. Өйткені ай жоқ, шай жоқ, мысалы үшін үйтсек, бүйтсек деген нәрсе дұрыс емес. Қоғамдық көлікті дамыту керек, әрине дамыту керек. Бірақ адамдардың мысалы үшін өз көлігімен жүруді шектеуге болмайды. Мен конституциялық құқығым мен көлікпен жүргім келеді мысалы үшін, иә. Жаман болсын, арзан болсын, бірақ көлікпен жүргім келеді. Біреу айтады, жаңағында Евро 3, Евро 4-тен төмен көліктерді кіргізбейік қалаға дейді. Ол да конституциялық құқықты бұзу. Бірінші мүмкіндік жасау керек халыққа көлікті жаңартуға. Ол еріккеннен ескі көлікпен жүрген жоқ қой, дұрыс па? Бұл жерде әртүрлі мәселелер бар, сондықтан қалаға кіруді шектеу дейді. Ол қалай сен шектейсің? Ол бүкіл елдің астанасы, 20 миллион халықтың астанасы. Тек қана астаналықтардың астанасы емес қой. Онда болмайды жасау. Алматылықтар Алматы облысын шектейік деген мәселелер бар, мысалы үшін. Онда шектей алмайсың. Біреудің кәсібі бар. Біреу мысалы үшін медосмотрға келе жатыр. Біреу мысалы үшін қойын сатуға келе жатыр. Әр күйбен тіршілікте жүрген адамдар, оны қалай шектейсің? Оны қалай сен бүгін қойын сатпайсың? Бірақ ол сойып қойған еті бүлініп кетеді. Оны кіруге болмайды деген нәрсе болмайды. Бұл жерде енді меніңше ұсыныстардың барлығын жинап, жалпы технологиялық шешімдер қабылдау, технологиялық шешімдер. Мысалы үшін көп технологиялар жаңағында біз не үшін мысалы үшін Тугис, Яндекс карталарды қолданып жүрміз қазір. Өйткені біз сол кептелісті айналып өткіміз келеді, тез жеткіміз келеді. Сол жасанды интеллекттер бізге мысалы үшін айналып өту мәселелерін, басқа мәселелерді, жолда болып жатқан кептелістің себеп салдарын дұрыс қарап, соны ғылыми тұрғыдан қарау керек бұның барлығы. Өйткені бұл ай жерде біреуді шектеп тастағанмен бір кептеліс мәселесін шешкен елді көрмедім мен. Түсінікті. Депутаттар, мысалы, халық көпшілігі депутаттарды көрген кезде соны айта бермей тез-тез шешеңдерші деген сөз көп айтылады. Осылардың бәрі жаңағы отырып алып айта береді. Не істейді сонда бұлар деген сияқты әңгімелер бар. Осы депутаттар. Пәленбай депутат бар. Тек айтады осылар, неге шешілмейді деп айтады. Жалпы сіздердің ойларыңызша депутаттар көтерген мәселе қаншалықты тез шешіледі деп ойлайсыз өзіңіз, мысалы? Немесе шешіледі ма жалпы? Енді көбінесе шешіліп жатады.
жалпы бұл жерде енді әріптестерім барлығы көреді ғой подкастта. Бұл жерде мынандай мәселе. Кейбір жағдайда мысалы үшін хайп қуып кететін жағдайлар бар. Бүгін мысалы үшін қазақ тілі талқыланып жатыр, соған барлығы бұрылып әңгіме айтады. Трендте болғысы келеді. Бірақ оған шектеу жоқ енді әрине. Бірақ менің өзім жеке пікірім, мен нақты бір өзімнің сұрақтарым бар. Солармен айналысамын. Мысалы үшін жаңа өзіңіз де айттыңыз, тонировка мәселесі енді қауіпсіздік болғаннан кейін оған ешқандай аргумент қарсы айта алмаймыз. Ол шешілмейді деген сөз биыл. Бірақ ендігі жылы біз оны қозғамау бізге шектеу жоқ. Тағы да қозғаймыз. Бұл жерде депутаттың өзінің қолында шешім жоқ. Шешім өзі шешпейді ғой. Біз заңға өзгеріс енгізе аламыз, бірақ оның өзінде біз үкіметпен отырып келісуіміз керек. Қандай дұрыс болады, редакциясы заңның барлығы. Одан кейін жаңағындай алған мәселені аяғына дейін жеткізу керек, мысалы үшін қайта қозғау керек, айту керек, мүмкін басқа ұсыныстарды жасау керек, альтернативті ұсыныстар жасау керек. Бірақ шешімге қарай жүру керек. Сосын жалпы шешім қабылдаған кезде, мысалы үшін егер біздің қолымызда көп нәрселер жергілікті атқарушы органдардың шешімде жатыр. Одан кейін салалық министрлікте жатыр. Біз халық пен үкіметтің арасында алтын көпірміз. Біздікі халықтың атынан сол жерге жеткізу. Біз осы мінберді пайдаланып, халықтың атына сайланғаннан кейін соны жеткізу, содан кейін оны қадағалау. Енді шешу мәселелер бізде жалпы елде бюрократия деген мәселе енді барлық елде бар. Біздің елде де одан сырт қалған жоқпыз. Ол мәселе бар, ұзақ. Кейбір сұрақтар өте ұзаққа кетеді шешілуге. Айтқымыз келген мәселе халыққа енді сіздердің қызметіңізді тікелей түсінбейді ғой. Сіздердікі көтеру, айту, бірақ істеу үкіметке тарапында ғой. Енді халық түсінбейді да, бірақ осылар депутаттар отырып алады да, айта береді, бірақ ештеңе істемейді. Осылар не істейді деген секілді мәселе көп айтылады да. Бұл да стереотип. Енді халық деген енді біреу түсіну мүмкін, біреу түсінбеу мүмкін. Мысалы түсінген адам айтады, бұл шешімдер оңай емес. Бұл ұзақ мерзім шешім. Кейбір шешімдер мысалы үшін 5-10 жылдап, 30 жылдап жатқан шешілмей жатқан шаруалар мысалы үшін осы біздің шақырылымда шешілген шаруалар бар. Ол да бір жетістік. Бірақ біз бастап қойған, бірақ әлі мүмкін қоғамның санасы жетпей жатқан шығар. Мүмкін біздің бюджетіміз дайын емес. Келесі алдағы 5 жылда, мүмкін алдағы жылда, алдағы 3 жылда шешіледі. Алдағы 10 жылдықта шешілетін шаруалар бар. Ол да сондай нәрсе ғой. Енді бәріміз оның барлығын дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы үшін ол мынандай нәрсе ғой. 9 ай күтпей баланы тудыра салайық деген әңгіме болады ғой. Дұрыс па? Ол мүмкін емес нәрсе физиологиялық тұрғыдан. Сондықтан әр сұрақтың өзінің шешілу процесінің ұзақтығы бар. Әр нәрсенің өзінің персоналды түрде қарау керек. Кейбір нәрселер тез шешіледі. Мысалы үшін депутаттық сауал емес, телефонмен звондау арқылы осындай мәселе болып тұр екен, көмектесіп жіберіңіздер дейсің. Ол тез шешіліп кетеді. Әртүрлі жағдайлар болады. Қоғам әлеуметтік желіге хабарласып жатады. Біреудің баласы сырқаттанып қалған, біреудің әке-шешесі қараусыз қалған деген сияқты ауруханада басқа мәселелер болып жатады. Бір дұрыс емес нәрселер болып жатады. Соның барлығын телефон арқылы да шешіп беріп жатамыз. Бірақ оны ешкім айтпайды ғой. Мінберде көтеріп жатқан шаруалар енді олар андай ерекше үкіметтің назарын аударатын, президенттің назарын аударатын мәселе көтеріледі. Ол ұзақ мерзім шешілу, өйткені халықаралық келісімдер бар. Біреудің құқықтары бар деген сияқты. Біреудің басқа бір топтардың, бір бизнестің бір несін тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде бір орта шешімге келу үшін ұзақ мерзім талқылау кетесің. Кейбір заңдар мысалы үшін бізде 700 отырысқа дейін барады. Ол талқылау кәдімгідей. Ол талқылау, ол жерде біраз нәрсе кетеді. Ұрысып та қаламыз, ренжісіп та қаламыз, қайтадан татуласамыз, қайта бастаймыз. Ол сондай процестер. Сондықтан әр нәрсенің, мысалы үшін адам баласы 9 айда туатын болса, түйенің баласы 2 жылда туады деген мәселе ғой. Пілдің баласы 3 жылда туады. Сондықтан бұл әр проблеманың өзінің деңгейіне қарай, масштабына қарай өзінің процесі бар. Түсінікті. Республика партиясының депутатысыз. Қазір сол республика партиясы қандай заң дайындап жатыр? Және оның маңыздылығы қандай? Енді біздің республика партиясының фракциясы атынан шығатын заңдар жалпы бизнеске бағытталған, бизнестің инвестицияның келуіне біз үлкен үлес қосамыз. Жалпы бұл жерде біздің партияның атынан заң шыққан күйде де жалпы мемлекеттің заң шығару жоспары бар. Сол бекітіледі, біз сол жерге ұсыныс саламыз. Қазір өзім жеке тарапынан, мысалы үшін жеке тұлғаларға арналған лизинг деген заңы бар. Соны талқылап жатырмыз. Енді ұлттық құндылықтарға бағытталған креативті индустрияда біраз өзгерістер. Енді біз бұл жерде бір
бір бөлек заң шығару мақсатымыз жоқ. Жалпы барлық қабылданып жатқан заңдардың ішінен жаңағы қоғамның бизнеске деген көзқарасы, бизнестің дамуы, одан кейін болашақта жастардың бизнеске ұмтылуы, одан кейін олардың салық режимдері басқасы болсын, әр заңның ішінде солардың ахуалын жақсарту мақсатында жұмыс істейміз. Жалпы солардың мүддесі үшін дейсіз ғой, иә. Жастар жиынында да көп бой көрсетесіз, жастармен көп кездесесіз. Нәтижесінде қазіргі жастардың алаңдататын топ 3 мәселесін атай аласыз ба, сіздің ойыңызша? Бірінші мәселе жаңағыдай жетістікке қалай тез жету. Уақыт жоқ та оларда. 40 жасқа дейін сен сияқты жүретін уақытым жоқ, маған нақты былай айт, мен соған алгоритм бойынша жетуім керек деген. Сондай бір жалпы бұл коучтардың, алаяқ психологтардың сындырып кеткен нәрсесі ғой. Жетістікке тез жету бұл лотерея немесе басқа бір алаяқтық схемалармен қолдану арқылы болады. Бірақ оған сен дайынсың ба, жоқ па, ол мәселе сонда жатыр. Жалпы адам бірінші өзі соған дайын бейімделу керек, дайын болу керек. Үлкен нәрсеге, мысалы көптеген біз естіп жатамыз ғой, үлкен лотерея ұтыстарын алып жатады, бірақ бір жылдан кейін сол ақшаларын жоғалтып жатады, жоқ болып кетеді. Өйткені адам дайын емес те оған. Бұл кездейсоқ болған бір нәрселерге адам дайын емес болуы мүмкін. Сондықтан адам эволюциялық түрде жету керек соған. Санасы да, өзінің қабылдауы да, басқасы да, өзінің қоршаған ортасы да соған сай болу керек. Екінші мәселе тағы да содан туындайды. Бұл жалпы еңбексіз жаңағыдай тез мен қолмен жұмыс істегім келмейді, мысалы үшін қандай бір тез механизмдер бар. Мүмкін басқа мамандық таңдауым керек шығар. Басқа қандай машық алуым керек деген сияқты мәселелер бар. Үшіншіден, үшінші проблемасы жастардың, қазіргі жастардың оған барлығы жаңағындай беру міндет, бірақ өзінің міндетін білмейді жастар. Толық түсінбейді міндетін өзінің міндеттерін түсінбейді. Өйткені сен осы елде өмір сүріп жатқаннан кейін сен де бұған үлес қосуың керек, конституциялық борышыңды өтеу керек, әскерге баруың керексің деген сияқты. Сондай өзінің міндеттерін түсіне қоймайды. Бұл меніңше енді жақсы заманның балалары ғой. Қиындық көрмеген, жақсы толық барлығын қамтамасыз етілген семьялардан, мысалы үшін. Сондықтан бұл сондай көзқарас қалыптасып жатыр. Жастармен кездесетін де себебім сол, өйткені бұл жастарға біз, мысалы үшін, қазір ел ағасы болдың, орта жаста. Біз өзіміздің тарапымыздан дұрыс түсінік қалыптастыруымыз керек. Еңбек ету керек, еңбекке болуымыз керек. Бұл тез ақша табу деген алаяқтық, дұрыс емес деген біз өз тарапымыздан, мен өзімнің мұғалімдік миссиямды жалғастырып жүрген сияқтымын да сол жастармен кездескен кезде. Осындай мәселелер бар. Бірақ енді барлығын бірдей ондай деп айтуға болмайды. Көбінесе енді қаланың жастарымен кездесіп жүрміз ғой. Қаланың жастарында көп байқалатын тенденция. Енді әрине олардың арасында еңбекқорлар да бар, басқалар да бар. Енді өзім, мысалы үшін, кезінде колледжге оқып, одан кейін жұмыс мамандығымен жұмыс істеп, өзімді жасаған адам ғой. Сондықтан мен оларға айтарым бар, ауыз толтырып айтарым бар. Оларға нұсқау көрсете аламын деген ниетпен жүрмін, сол тәрбие мақсатында. Түсінікті. Сіздің жаңағы соңғы іс-сапарларыңыздың бірі Түркістан облысында болды. Жалпы сол өңірде, Түркістан облысында қандай көзге ілінетін мәселелерді байқадыңыз? Мынау әсіресе Жетісай, Сарыағаш жақтарға бардыңыз, шекараға дейін бардыңыз. Қандай мәселелер көзіңізге ілігіп, назарыңызға ерекше түсті? Шекара қауіпсіздігіне келетін болсақ, тым жақын орналасқан үйлер шекараға. Енді оны жерде естіп жатқан шығар. Кезек шекарадағы кезектер көп па, кептеліс? Ол жалпы модернизация жүріп жатыр ғой. Жалпы ел бойынша модернизация жүріп жатыр. 35 өткізу пункттері модернизация өтеді, шекара бекеттері модернизация өтіп жатыр. Одан кейін енді жалпы бізде 300%-ға жүк және жолаушы тасымал өсті ғой. Білесіз да оны. Біз Қазақстан арқылы транзит өсіп бар жатыр. Жүк те, адам да көбейіп жатыр. Соған байланысты біз қазір 35 өткізу пункттарын толық реконструкция жасап жатырмыз. Жаңағы шекара бекеттері де, одан кейін автоматизация мәселесі де жақсы жүріп жатыр. Оның барлығын енді уақыт күту керек. Өйткені жаңағындай бұрыннан келе жатқан инфраструктураның үстіне жаңағы 300 есе өсу деген енді әрине кептеліске әкелетін нәрсе. Бұл жалпы кептеліс деген нәрсе өткізу пункттерінде қауіпсіздікке байланысты нәрсе ғой. Егер олардың бәрін тез өткізетін болсақ, қауіпсіздік мәселесі азаяды. Ол жерде мысалы үшін тек қана жай адам өтіп жатқан жоқ. Ол жерде жаңағы наркотрафик бар. Ол жерде заңсыз жаңағындай жасанды құжатпен өтіп жатқандар бар. Ол жерде бір контрабанда жүктер тасу мүмкін. Көп нәрсе бар да ол жерде. Сондықтан олардың барлығы тежейді.
Бірақ егер біз жылдамдықты таңдайтын болсақ, онда қауіпсіздігіміз бұзылады. Сондықтан бұл жерде бір орта несін қарауымыз керек. Әрине біз мезетте көргіміз келеді да. Бірақ бір өткізу бекетін реконструкциялауға 25 миллиард теңге кетеді екен. Одан басқа ол 3 жыл 4 жылға созылатын нәрсе. Өйткені адам тоқтатып қойып ол жерде құрылыс жүргізуге болмайды да. Өйткені қатынап жатқан адамдар олар жүріп жатады. Соның барысында құрылыс жұмыстарын жүргізу керек. Ол өте қиын нәрсе. Сондықтан бұл жерде әрине мәселелер бар. Біз бірақ енді қадағалауда қарап жүрміз. Оның уақытылы ақшасының бөлінуі, уақытылы құрылыс жұмыстарының жүруі, басқа заңнама өзгерістері, халықаралық келісімдер, оның барлығын біз қадағалауда қарап отырмыз. Үкімет те қол қусырып тұрған жоқ. Барлығы жұмыс істеп жатыр бұл бағытта. Жаңағы шекараға жақын үйлер тым жақын орналасқан дедіңіз. Ол жерде қандай мәселе бар? Өзбекстан шекарасында жаңа тым жақын орналасқан үйлер, жалпы бізде шекара бекетінде шекараның жанында үйлер орналаспау керек. Кемі 100 метр ашық болу керек ол жер. Бірақ жаңа қалыптасқан жағдай, акиматтар сол жерге жер беріп тастаған кезінде, енді ол үйлерді мысалы үшін жергілікті бюджет есебінен сыру керек ол жерде. Оларға компенсациясын төлеп ол жерден сыру керек, өйткені ол қауіпсіздік. Жаңағы үйлердің ішінен бұқаралық ақпараттарды іздеп көрсеңіз, әртүрлі тоннельдер бар. Өйткені үйлер жақында, ол жерде 10-15 метр жердің астынан қазата туннель жасайды. Ол жерде контрабанда заттар жүреді, есірткі жүреді. Мынау Қазақ пен Қырғыз шекарасында бір байқалған тенденция, бір жердің астынан құбыр салып қойған, құбыр арқылы, мысалы үшін Қырғызстанда бензин қымбат, бізде арзан, соған бензинді сол жаққа атқарып отырған ғой. Көп емес енді, бірақ сонда да оның барлығы контрабанда болып саналады, заңсыз нәрселер. Сондықтан ол жерде қауіпсіздік мәселесінде тазалауымыз керек. Одан басқа бұл жалпы елдің жаңағы ел шекарадан басталады ғой. Шекарамыз дұрыс болу керек, эстетикалық тұрғыдан, қауіпсіз тұрғыдан да. Сондықтан бұл жерде өте үлкен назар аударып жүрміз қазір сол мәселеге. Сол мәселелер бойынша жаңағы шекара бекеттеріне, шекараға жалпы қарап жүргеніміз сол. Жалпы Түркістан облысы бойынша қандай мәселелер? Ең көбі жаңағы үйлер шекарада тұрған Түркістан облысында. Жаңағы Қаптанбек бекетінің жанында. Ең көп. Мысалы үшін егер шекараны бұзып өтетін адам болса, шекараның жаңағы заставадан сол бұзған жерге дейін келу уақыты 15 минут та әскердің. Бірақ бұзып өткен адам келесі үйге жету 2-ақ минут. Көрдіңіз, оны ұстап үлгермейді да. Ол адамның халықтың арасына араласып кеткеннен кейін оны ұстау қиын болады. Бірақ оны да ұстап жатады, бірақ сонда да бұл жерде сондай қауіпсіздік мәселелері бар. Енді жалпы Түркістан облысында әрине мәселе көп. Көп жаңағы мәселелер бар, әлеуметтік мәселелер бар. Жұмыссыздық, халық тығыз орналасқан, жұмыссыздық бар. Бірақ ресми жұмыссыздық болса да, адамдар сол жердегі өзінің нәпақасын тауып аш отырған адам жоқ. Байқайтынымыз мынау Қазақстан бойынша жалпы оңтүстіктен басқа өңірлерге көп адам кетеді ғой жұмыс іздеп. Өйткені әр төртінші қазақ оңтүстік Қазақстан облысында туылып жатыр. Содан кейін көп деп ойлайсыз ба статистика? Содан кейін көп. Әрине, енді бұл тек қана сол Түркістан мен Шымкент 4 миллионға жақын. Одан кейін Алматының жартысы, мысалы үшін, Астананың жартысы деп санайтын болсақ, жалпы Шымкенттің тумасы көп. Енді адам саны көп болғандықтан олар ығыса береді да, бері қарай басқа жаққа. Бұл жалпы жаман тенденция емес, жақсы тенденция. Бірақ Түркістан облысында, мысалы үшін, халық тығыз орналасқан болса да, бірақ ешкім, мысалы үшін, қараусыз, нансыз, жұмыссыз қалып жатқан ешкім жоқ. Барлығы өзінің есіктің алдында кішкентай бақшасын жұмыс істетсе де жұмыс істеп жүр. Бірақ ресми статистикаға сүйенсек, оның бәрі жұмыссыз болып саналады. Сол біз анау Түркістан облысында жұмыс жоқ болғаннан кейін басқа өңірге жұмыс іздеп барады деген ой ғой бәрінде. Жоқ, енді әрине ол тығыз орналасқаннан кейін сөйтіп адамдар, мысалы үшін, Қытай, бүкіл дүние жүзінде Қытай бар. Өйткені ең үлкен үнді, мысалы үшін, ол да бүкіл дүние жүзінде бар. Бұл тенденция. Тығыз жерден адам басқа жерге ауысу тенденциясы бар. Сондықтан бізде ең тығыз орналасқан Шымкент болғандықтан Түркістан облысы, ол бізге қарай ауысуы, ол заңдылық. Жұмыссыздықтан емес, ол жерде жұмыс бар, барлығына жетеді, бірақ адам өзіне жақсы жағдай іздейді, мүмкіндік болса Астанаға көшуге тырысса, ол тек қана Шымкент емес, барлық аймақ сөйтеді. Қымбатшылық туралы көп айтылып жүр, өте өзекті мәселе, барлық қымбаттап жатқан белгілі. Сарапшылар қолдан тұрақтандыру дұрыс емес дейді. Үкімет те кейбір өнімдерді бақылаудан шығарғандай, мысалы ет деген секілді. Сіздің ойыңызша бағаны ұстап тұру үшін не істеу керек? Бағаны ұстап тұру үшін жалпы нарық қой бұл. Нарықта бағаны ұстап тұру деген нәрсе дұрыс емес. Толық келісемін эксперттермен. Бірақ үкіметтен амалсыздан
жаңағы тұрақтандыруға көшіп жатыр, қолмен тұрақтандыру. Өйткені біз егер жаңағы тамақтануға ең маңызды бір 35 деді ме, 30 шақты тамақ түрлерін тұрақтандырмаса, халқымыз қиналып қалайын деп тұр. Сондықтан әрине қолмен тұрақтандыру дұрыс емес, нарықтық механизм болу керек деген сияқты, интервенция болу керек. Оның барлығы дұрыс, бірақ үкімет әрқашанда өзінің қолында қолмен реттеуді әрқашанда қалдырады. Ол болады, өйткені ешқандай үкімет, ешқандай президент өзінің нарықтық механизмде кіріспеймін деп отыра алмайды. Халықтың өйткені жағдайы, оның тамақтану дұрыс жүруі ол президентпен же үкіметтің мойнында ғой, біздің барымыздың мойнымызда. Сондықтан тұрақтандыру механизм бұл міндетті түрде үкіметтің қолында әрқашан болатын нәрсе. Қазір мысалы үшін инфляция жаңағындай сентябрь кезінде қатты күшейіп кетті ғой. Сол себептен үкімет қолмен кірді де тұрақтандырды бұны барлығын. Өйткені амал жоқ. Біз халықтың мысалы үшін алып жатқан жаңағы пенсиясын, стипендиясын, жаңағы әлеуметтік төлемдерін бірден ондай санға көбейте алмаймыз. Сондықтан тұрақтандыру механизмі болады әрқашанда. Әрине тұрақтандыру механизмінің әртүрлі нарықтық механизм, оны да қолданып жатыр. Бірақ ол көмектеспей жатыр. Өйткені тұтыну көп, халықтан сұраныс көп болған жерде жаңағындай ұсыныс азайып жатса, баға өседі. Сондықтан сол ұсыныс жағынан мысалы үшін біз қазір шекараны ашып тастай алмаймыз. Кейбір заттар бойынша шекараны ашып тастайтын болсақ, онда іштегі ауыл шаруашылық өнімдерін шығарып жатқан кәсіпорындар тізеге отыратын болады. Оларды қайттан құтқару үкіметке қымбатқа түседі. Сондықтан бұл жерде тек қана қолмен тұрақтандыру және нарықты жаңағындай ұсыныспен толықтыру, көбейту. Үкімет оны меніңше жасап жатыр, оны байқадық, баға тұрақтанды, инфляция тежеді, оны біз байқадық, 2-3 айдың ішінде жасап берді. Түсінікті. Соңғы сұрақ, бұл енді жалпылама қорытынды сұрақ болғаннан кейін ұзақ талқыланатын мәселе деп ойлаймын. Жалпы менің ойымша бүкіл негізгі мәселе көтеру және идеялық мәселелердің барлығы мәжіліс депутаттарынан шығады. Осы мәжіліс депутаттары халыққа қоғамда маңызды деген мәселелерді көтереді, алға шығарады деп ойлаймын. Енді қазір үкіметте ақшаны үнемдеу, жалпы халықтың жаңағы әлеуметтік мәселесі басты назарға түсті. Өйткені бюджеттің 60%-ның көбі осы халықтың әлеуметтік жағдайын реттеуге кетеді деген мәселе бар. Ал енді қарасақ, біздің Қазақстанда экологиялық аймақта тұратын халық өте көп. Қызылорданың маңайы, Түркістанның, Созақ деген уран өндіретін жерлер, мынау тұзды жерлер, Маңғыстаудың мұнайдың жанындағылар, Семейдің біраз ауылдары бар. Барлығы экологиялық аймақта тұрады, және экологиялық аймақта тұратындардың барлығы мемлекеттен белгілі бір дәрежеде үлгі алады. Оның өзі әжептәуір қаржы. Енді оның тағы бір мәселесі, халықтар экологиялық аймақта тұрғаннан кейін ұрпақтарының да кейбір денсаулық мәселесіне байланысты проблемалар бар. Бір жері ауырады, дұрыс емес су ішкен, дұрыс емес тағам тұтынған, біреулер жаңа экологияның нашарлығынан бала шағасы дұрыс туылмайды деген секілді. Оларды солардың барлығын бірден шешудің бір жолы ретінде оларды дұрыс өңірге, табиғаты таза өңірге көшіруді қалай ойлайсыз, дұрыс деп есептейсіз бе осыны? Енді мысалы үшін ешкім оны қинап көшіре алмайды ғой. Қинап көшіре алмайды. Бірақ мүмкіндік жасаса ше? Мүмкіндік жасалған ғой. Біз солтүстік Қазақстанға мысалы көшіп келсең, маман ретінде үй де беріледі, басқасы да талай жылдар бойы неше түрлі бағдарлама болып жатыр, ешкім көшіп жатқан жоқ қой. Көшіп барады, қайтып барады ғой. Жалпы қазақтың психологиясында жатыр ғой бұл мәселе. Мен ата-бабам осы жерде тұрған, туған, жатыр деген сияқты, мен де осы жерде боламын. Сондай нәрсе бар да. Ұстап тұрған нәрсе сол ғана деп ойлайсыз ба халықты? Жалпы психология ұстап тұр. Ертең мен ана жаққа барып не істеймін, ол жақта мені кім күтеді деген мәселе ғой. Бәрібір адамдар қазір халық ауылдан немесе өңірлерден мегаполистарға келіп жатыр ғой. Келіп жатыр, иә, ол енді шешім қабылдағандар келіп жатыр. Бірақ көбінесе жаңағыдай экологиялық апаттық жерде тұратын. Немесе жаңағыдай шыққысы келмейді, сол жерде қалам, өздерінің шешімдері ғой. Ешкім оларды қинап ұстап отқан жоқ ол жерде. Жоқ, егер үкімет мысалы үшін оларды қинап көшіре алмайды. Біз үкімет тарапынан мысалы үшін әртүрлі механизмдарды бөлу арқылы солтүстікке адамдар тартты ғой. Бірақ ол да жұмыс істемей жатыр да. Егер оған жанталасып көшем деушілер, мысалы үшін Петропавл дегенбіз. Петропавл, Қостанай, солтүстікте мысалы үшін бір үлкен бір өндіріс жоқ. Орман ар жағы, дұрыс па? Сібір, таза ауа, мал шаруашылығы, егістік, мал шаруашылығы, шөп деген керемет шығады. Жердің құнарлығы мықты,
2-3 рет шөп шабуға болады жазда деген, мал ұстаса болады. Сол жерде сол жайылымға жүрген сиырлардың сүт беретін қаймағы да басқа. Ол жалпы ол жерге экологиялық таза аймақтар. Бірақ көшкісі келмейді, көрдіңіз бе ешкім. Мемлекет өзінің тарапынан мотивацияның бәрін қосып жатыр. Ақша береміз, жұмыс береміз, сөйтеміз, барлығын беріп жатыр, бірақ ешкім көшкісі келіп жатқан жоқ. Бұл жерде меніңше сол өзіміздің психологиямызда бар нәрсе. Енді әрине мен сол жақта тұрып жатқан адамдар үшін сөйлегім келмейді, өйткені мен ол жақта тұрған жоқпын. Бірақ менің түсінігім бойынша, меніңше сол ұстап тұрған бір өздерінің енді ата бабасы тұрған жер, кіндік қаным тамған жер деген бір өзіміздің психологияда жатқан шаруалар бар. Әйтпесе былай қарасаңыз көшіп кетуге ешқандай не жоқ, проблема. Басқа ел емес, азаматтыққа ауыстыру емес қой. Бір елдің бір шетіне барасың. Онда тұрған жерде. Сол Петропавловскта тұрбақ, осы жерде балаларын оқытып жатыр Астанада. Сол жерде тұрбақ, мал ұстап, мысалы үшін осы Астанадағы балалардың бәрін қамтамасыз етіп жатқан ата-аналар бар. Онда тұрған ештеме жоқ. Егер адам жалпы Қазақстан ішінде көшем, бір аймақтан бір аймаққа көшем десе, ешқандай шектеу де жоқ оған. Бірақ оны қинап ешкім апара алмайды. Сол жаман да. Жақсы, рахмет тұшымды ойларыңызға. Құрметті оқырмандар, қызықты талқылаудан қалып кетпеңіздер, бізге тіркеліп қойыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыз. Рахмет.